Vermeye koy bana. Yok, Azamata signal edin. Хорошо. Это надо будет потом затушировать, Верка, а так ты Кирилл. Ага. Рахымжан Отарбаев Айсырға әңгімесінің желісімен құсалық.
Bizden bırınkı ötken 90 bir yıl ötken. 360 kişi ötken. 360 kişi ötken. Bir neşes ben ötken. Bir neşes sok ötken. Bir neşes bay ötken. Parçakan degen. Dörtlülü göz sayırken bir ete turadı. Ben onun cuadı. Nökürlerin ciği bak. Sonda söyleyi kaladı. Zulfa. Köke! Köke assalamu alaikum. Bugün Assalamualaikum. Qasqa siyir örüsünden keş qaytdı. Mınau soңғы итірім. İşip alыңыз. Ас болсын, көке. Рахмет, Zulfa.
кеше түнде қор қарап отқанша ермек болсын деп қыш құйдыргам. Қарашы, мынаның аты Састырмай. Бұл саған тапқан сыйлық.
Жылқы. Жүр. Екеуміз балық аулап қайтайық. Көке білесіз бе? Дүниеде балықтың 4000-нан астам түрі бар екен.
Жылқы! 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 Көке, аспандағы ақша бұлттан қайда сықып барады? Туған жерінде жырақта өлгендердің жаны ақша бұлтқа айналып, туған өлкесін кезіп жүреді. Сөйтіп сағынышын тарқатып, мауқын басады. Біздің ауылдың төбесінен соңғы кездері ақша бұлттың толастамай көшеді. Көке! Бүгін поштаға бардыңыз ба? Бардым. Күнде барамын, Жылқы. Еш хабар жоқ.
360 kısır. 360 kışın gel. Neşesi ve gütten. Neşesi ve gütten. Arşahan деген хан екен. 4 күнгі сай екен. Bir günü yerде тұрады. Өлгелерін жиып алып, сонда сөйлеп алады. Мен ес білгелі, осы көкемнің Қанышкендегі почтаға бармаған күні жоқ. Деніңді бітіп, алдыңды кес-кестеген үскірік борандармен, шапқан аттың маңдай ентіліп жіберетін саршынақ аяздар көкеге тоқтау емес. Жезнәрі бар бұлғар етігін киіп, орталыққа бет алып. Алғашында ауыл шетінде жападан жалғыз тұратын бұл грузиннің қылығына бәз біреулер түсінбей де жүрді.
арманға қайсы қаңғылы талқанды бересің ойға күшті сағынған едім Көко елінен хат хабар күтеді. Қайтсын енді. Ағайын тумасына сыймай шеттеп жүр. Әйтпесе үйренген жерден қоса кете ме? Мәнісіне бармай жатып, жалған сөйлемеңдер. Осы ауылға келгелі бері 10 жылдан асып барады. Осы уақытқа дейін бір оғаш қылығын көрдіңдер ме? Әйелінен кеткені намыстың ісі болса керек. Обал сауабы бар кісі. Қарайласа жүріңдер деумен кетті бақтияр жарықтық. Қалаға барғанда Көкөні кездестіріп, осында алып келгенде сол Бақтияр ақсақал еді. Өзінен бала болмаған, жалғыздықты жан еді. Іштартқан ғой. Жарықтықтың зиратының тасын қандай етіп Көкө құйды десеңші. Бұл оның азаматтығы. Ауыл адамдар бас қосқан жерде көкем сөз бола қалса осында әңгімелер айтылады. Бірақ еш қайсысы да жұмбақ жұрттың менен қызмет қылып сұрап көрген емес. Қаперінде кен кетпейтін көкем де ешкімге жан сырын жария еткен жоқ.
айтыңыз. Саған айтар сырым бар. Құйма құлағыма құйылы. Кім біледі, ертең артынан іздеп жас бала келсе, алдынан шығып қарсы алатын сен боларсың. Сөйтіп, соғысты Берлиннің түбінде аяқтадық. Көз айым болған жеңісті арқалап, туған ауылыма оралдым. Солтүстік Кавказдың тау түкпірінде орналасқан кішкене ғана ауылда қалған қарт анам мен келместен 2 ай бұрын қырқа басынан мәңгілікке қонысты өтті. Туған қарындасым, жалғыз тілеуімді тілеу үшін Сүлюко қайда? Үйдің есігі неге жабық? Біздің селоны немістер басып кірді. Бұны өзің білесің. Тұрғындарға көрсетпеген қорлығы жоқ. Бұл бәрімізге аян. Біздің әскер қайта шабуылға шыққанда фашистердің сұрқы қашты. Тұрғындарды қуып жүріп, темір жол бойына жинады. 35 жасқа дейінгі қыз-келіншектің бәрін погонға тиеді де Германияға дереу жөнелтті.
Сулико вагонға мінбеймін деп жанталастатқанда араша түсіп барып ем. Мені далаға қуып тастады. Мені қуып тастады. Кета. Сулико қайда? Мені қуып тастады, Коко. Қарындасым. Кімдерге жалтақтап жүрек бөлсін? Сулико. Ерте. Ары. Аға? Сулейманы жау қолына іліктіріп, вагонға айдап салған кім екенін білесіз бе? Кім? Маған Скидзе. Атам маған бұл жайды ешкімге тіс жарма. Біреуге тіс жарсаң менен жақсылық күтпе деді. Кета. Сен менен неге шындықты жасырдың? Кета. Неге маған турасын айтпадың? Ашуым қатты, Коко. Оның үстіне біреуліктен қалған жалғыз тұяқсың. Асығыс қимылдап, істеп алып кете ме деп қорқам. Жасыратын ештеңесіне қалған жоқ. Тыны мәлім болатын сыр. Анамда қазір білгенім жөн. Скидзе кезінде біздің әскерге деп елден асыл бұйымдар, алтын күміс жинады. Жалтырақтың бәрін өткіздік. Ал сенің қарындасың Сулико ақшасын, қымбат бұйымдарының бәрін беріпті де, құлағындағы ай сырғаны әжемізден қалған көзі деп бермепті. Оған құлақ асап сырғытсе ба, екі құлағын жыртып, алтын сырғаны жұлып алыпты. Сол асыл бұйымдардың бәрін естеттейсің ғой, фашистерге апарып өткізіпті. Соларға жағыну үшін жасаған басқыншылар кейін қашқанда сол бұйымдардың бәрін үш вагон етіп тиеп алып кетті. Оңбағанда неге өз қолдарыңмен бауыздамай отырсыңдар? Кета! Кета! Бойыңда бір қасық болса да грузиннің қаны қалды ма? Қалса, ата-бабамыздан келе жатқан қанға қан, жанға жан дейтін үрдіс қайда? Әлек. Селеумыздың кеңесі жұмысын қайта бастар. Сот өз күшіне енер. Сонда Скидзе күресіні көрер.
Көресіні көрер. Ори, Сами, Атқи. Мәсіхет сені өзім соттайын. Сөйлепау үшін, бәрі үшін. Шошқашы шыңғыртып бауыздай. Сосын басын кесіп, сығырыққа шаншып, аудандық комиссариатқа алып барам. Міне жаудың басы деймін. Үкімінде кесімінде өзім кестім, өзім шештім. Өзім сот құрдым. Кеда. Кеда. Енді мені оққа айдасаңдар да, отқа байласаңдар да, өз еріктері. Ашылың қатты, Коко. Ашылың қатты. Тәрте. Али. Сәмі. Атқи. Хати. Екши. Нәре. Egunge uzun tayfa auftakten. Offizier. Offizier.
Жазым шығып, тағдырдың басқа салған. Жұрттың тағдырымен ойнағаныңды айтасың ба? Ит! Dostum. Sizdemin kırmızı açıldı mı?
астыртын әрекетінің бәрі ашылды. Алда сізді неге жер аудан? Сенің қылмыстары ашылмай тұрып, оны өлтірдің деп күнә тақты. Мені осында жер аударды. Екеуінің артында қалған туыстары, Коко, біз сені қапелімді кешіре қоймаспыз. Сондықтан әбден кешірдік деп артыңнан хабар жібергенше қасиетті Грузия жерін аттап бастайсың дейді. Тұқымыңнан қалған жалғыз тұяқ екенін бойла деп өз үкімдерін айтты. Осыған ант ет деді. Менің мінезімді білетіндер. Менің осы уақытқа дейін антты бұзғанымды көрдіңдер ме? Сендерден жасқанғаннан емес, өзімнің жігіттік намысым үшін ант еттім. Ант деген соншама қымбат пе еді? Өзгені білмеймін, жылға. Өзім үшін ант бәс жетпесін әсте. Өйткені ол жігіттің анты ғой. Ол өйткені жігіттің анты. Осыдан 10 жыл бұрын өтелген мерзімімді ақтап, үкімет алдында ақталдым. Бірақ жерлестеріме өкпелеп берген антымның мерзімі бітер емес. Өйткені олардан хабар жоқ. Тым тырыс. Ал сөйлей көші. Сулико, қайда жүрсің сен? Кімдерге жаутаңдап жүрсің сен, Сулико? Суликода хабар жоқ. Үмітімді үзбеймін. Көке, Ау. анда-санда көрінбей кетесіз. Сонда қайда барып келесіз? Егер олай болса, сен ер жеткен соң барасың. Әй халқым, осы топырақтың киелі ұлдарының бірі Гагашвили Коконы шынымен де ұмыттыңдар ме деп айқайлайсың. Хэммо, Гагашвили Коко, Искарма, Бабадевилли. Шіркін. Өміріңде тым болмаса бір мәрте таудың басына шығып, ана жалған дүниеге мен бармын деп айқай салғанда не жетсін? Мен бармын!
кешірмейді ғой. Иә, кешірмеу керек. Бірақ менікі де теріс емес. Дегенмен осының барлығы маңдайыма жазылған тағдырым ғой. Тағдырды екі қинау жарамас.
Көкем дүниеден озыпты. Мұны мұсылмандар бейітіне жерлеуге бола ма екен? Жоқ. Жеке дара қояйық. Кім біледі? Бақтияр қарияның іргесінде орын бар. Көзі тірісінде баласындай көріп еді. Сол жерге жарықтықтың жамбас дейсін. Көкем, қасиетті бойтұмардай сақтаған айсырғаны, кім көрінгеннің аяғына таптатпаған намысыңды, ақ тарихы арманыңды кімге аманаттап кеттің? Көкем, мен енді қайтар жолда сен жиі барып тұратын почтаға үзбей барып тұрамын. Ант етем. Ант етем. Көкем, әне көрдің бе? Ақшабықтардың құлағы қара беттегенін есіңде ме? Адам жаны өлген соң туған жерін кезіп жүреді дейтінсің. Әне көрдің бе? Көкем, туған жұртыңа тез жет, көкем. Мүмкін аяулы Суликомен кезігерсің. Söz.